Кайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы бағдарламалық жасақтама және операциялық жүйелерге кіріспе. Бағдарламалық жасақтама компьютердің аппараттық құралдарына басқару және қызмет көрсету процесін жүзеге асыратын нұсқаулар мен бағдарламалар жиынтығы. Ол қазіргі заманғы есептеулердің негізін құрайды және біздің өміріміздің барлық саласында маңызды рөл атқарады. Операциялық жүйе бұл бағдарламалық жасақтаманың ең маңызды түрі. Ол аппараттық құралдар мен қолданбалы бағдарламалар арасында делдалдық қызмет атқарады. Операциялық жүйелер компьютердің ресурстарын тиімді басқарады және пайдаланушылар мен бағдарламаларға ыңғайлы халықаралық орта ұсынады. Оларсыз қазіргі заманғы есептеу процестерін елестету өте қиын. Бағдарламалық жасақтаманың түрлері: жүйелік бағдарламалық жасақтама, операциялық жүйелер, құрылғы драйверлері, құрал-саймандар компьютердің негізгі қызметтерін басқарып, басқа бағдарламаларға негіз болады. Қолданбалы бағдарламалық жасақтама, кеңсе бағдарламалары, ойындар және графикалық редакторлар сияқты нақты пайдаланушы қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған бағдарламалар. Бағдарламалау құралдары: компиляторлар, интерпретаторлар және интеграцияланған даму орталары бағдарламалық жасақтаманы құру үшін қажет құралдар. Бағдарламалық жасақтаманың мақсаттары мен сипаттамалары. Мақсаттары: есептеу, міндеттерін автоматтандыру, деректерді өңдеу және басқару, пайдаланушымен тиімді өзара әрекеттесу. Сипаттамалары: функционалдылық пен сенімділік, тиімділік пен өнімділік, қолдануға қарапайымдылық және ыңғайлылық. Бұл сипаттамаларды Microsoft Office, Adobe Photoshop және Linux сияқты бағдарламалар тамаша көрсетеді. Операциялық жүйелердің негізгі тұжырымдамасы: интерфейс қызметі, аппараттық құралдар мен бағдарламалық жасақтаманың арасындағы тиімді байланыс, негізгі компоненттер, ядро, файлдық жүйе және пайдаланушы интерфейсі, негізгі құрылымдық бөліктер. Ресурстарды басқару, жады, процессор, енгізу-шығару құрылғыларын үйлестіріп, бір уақытта бірнеше тапсырма атқару. Операциялық жүйелердің эволюциясы. 1950-1960 жылдары алғашқы жүйелер пакеттік өңдеу әдісі қолданылды. Екінші, 1960-1970 жылдары Multics және Unix көп тапсырмалы жүйелердің негізін қалады. 1980-1990 жылдары дербес компьютерлерге арналған MS-DOS және Windows операциялық жүйелері пайда болды. Қазіргі заман Windows, Mac OS және Linux кеңінен қолданылады. Операциялық жүйелердің жіктелуі. Пайдаланушылар саны бойынша бір пайдаланушылық, көп пайдаланушылық, тапсырмалар саны бойынша бір тапсырмалы, көп тапсырмалы. Нақты уақыттағы жүйелер RTOS, нақты уақыттағы қолдануға арналған арнайы операциялық жүйелер, мысалы Windows үстелдік, Android мобильді, VxWorks, RTOS. Мобильді құрылғыларға арналған операциялық жүйелер. Android әлемдегі ең танымал мобильді операциялық жүйе, 71% нарық үлесімен 2024 жылы. iOS Apple фирмасының мобильді құрылғыларына арналған жүйе, 28% нарық үлесі. Сипаттамалары: сенсорлық интерфейс, батареяны үнемдеу мүмкіндіктері, мобильді қосымшалар экожүйесі. Үстелдік қосымшалардың жіктелуі. Офистік қосымшалар: Microsoft Office, LibreOffice сияқты кеңсе жұмыстары үшін арналған бағдарламалар, графикалық редакторлар, Adobe Photoshop, GIMP, кескіндерді өңдеу және график жасауға арналған
интернет-браузерлер, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari веб-беттерді қарау үшін қолданылады. Ойындар, компьютерлік ойындар, симуляторлар, стратегиялар, әртүрлі ойын жанрларын қамтиды. Сонымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.